бірде ауыр азапқа мойымаған Хаббат ибн ал-Араттың өзі бір сәт көңілі түсіп, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: "О Алланың елшісі, бұл қашанға дейін жалғасады? Біз қашанға дейін осылай азап көре береміз? Сіз Алланың пайғамбарысыз ғой. Біз үшін Алладан жәрдем сұрамайсыз ба?" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол кезде Қағбаға сүйеніп отырған еді. Ол тіктеліп отырып, сендерден бұрынғы қауым бұдан да ауыр азап көрген. Кейбірінің етін темір тарақпен сүйегінен ажыратқан, кейбірін арамен хақ бөлетін. Ешқайсысы оларды Аллаға құлшылық етуден қайтара алмады. Мені ақиқатпен жіберген Алламен ант етемін, Алла бұл істі толық жеңіске жеткізеді. Сондай күн келеді, Хадрамауттан Санаға дейін бір әйел қойларын айдап жалғыз жолға шығады. Ол Алладан және қасқыр шабуынан басқа еш нәрседен қорқпайтын болады. Бірақ сенде асығыстық жасайсыңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алланың уәдесіне деген сенімімен ешқашан айныған жоқ. Бұрынғы пайғамбарлар мен бізге адамдардың барлығы өздерінің дәрежесі мен тақуалығына сай сыналды. Тіпті Алланың елшілерінің өздері де ұлы жаратушыға деген беріктіктерін іс жүзінде көрсетуге міндеттелді.